менің осы 1-2 күн бұрын үйге мамам келген. Гала екеуміз осы жобаның алдында бірдей ауырып қалдық. Содан кейін сторисқа мен бүйтіп салдым, алдағы уақытта жоба болады, мен кішкене ауырып қалдым, оның үстіне галада ауырып қалыпты деп. Соны менің мамам көрген инстаграмнан. Соны менің мамам жалпы өзі галаны өте андай өзінің ұлындай жақсы көреді, алаңдап уайымдап сөйтіп отырады. Содан маған дейді, ту әлгі галаны уайымдап отырғанды қарашы, ауырып қалыпты деп сөйтеді да. Тұрымда мама, между прочим, мен де ауырып тұрмын негізі дедім дейді, қызыңмын ғой деп. Енді қойшы, сендер екеусіңдер ғой дейді. Сен қасыңда күтетін, дәріңді беретін, емдейтін Дико бар ғой дейді. Ол жалғыз ғой деген кезде жүрегім ауырып кетті кәдімгідей. Бүгін тағы бір жаққа барасың. Жоқ, осы сөз ғой маған тиді да шынымен. Ол андай ғой. Сен мамана рахмет едіңіз, Сақшы мама жаным үшін. Көп рахмет.